мен сендерге сыйлық әкелдім кәдімгі. Жаңа жыл болғаннан кейін сыйлық әкелдім. Тақпақ айтып тұрамыз ба? Тақпақтың керек жоқ, айналайын. Мен негізі сұлулықты жақсы көретін адаммын. Сондықтан сұлулықтарыңа сай сыйлық беремін. Барлықтарыңа сыйлық. Саған барлықтарыңа сұлулықтарыңа сай сен тақпақ айт. Мәке сөзін бөлген үшін кешір. Айта бер. Жоқ, жалпы айтам, сөзін бөлген үшін кешір деп алдым да. Гигиена деген бар ғой, оның үстіне бір затты бір адам пайдалану керек. Пайдалану керек деп. Осы уақытқа дейін бір зат бірге пайдаланып келдік қой екеуміз. Бұл топтан... Айтпақшы мәке, бірден айтам деп есіне шығып кетті. Айт. Айтып тұрмын ғой, есіне шығып кетті. Менде бір нақты жоспар бар. 100% жеңіске жетеді. Қиын емес па? Ой, түк қиындық жоқ оны. Ерте сарайдан шығып кетейін мен. Сөйтіп қалмақтарға бір өзім барайын. Ештеңе керек емес па? Жоқ, маған сіздің басыңыз керек, басыңыз. Сосын қалмақтарға алып барам, бітті, жеңіс біздікі. Халық тыныш, тойлаймыз, бітті. Тойлағанда, мен тойламайын ба? Жоқ, сіз сол жерде жүрсіз ғой, сөз сөйлеп, кәдімгідей, бүйтіп, қолмен ұстап, сезіп. Қалай жүрем мен, басым жоқ қой. Қанем, халықтың тағдыры тұрғанда өз басыңызды ойлағаныңыз қойыңызшы осы.